Жалпы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қазір орта дәлізінің дамуы жүріп жатыр ғой, қарқынды жүріп жатыр. Біз биылдан бастап алғашқы мұнайымызды сол Бакуға қарай, сосын Баку-Тбилиси-Джихан бағыты бойынша тасымалдау жұмыстарын бастадық. Енді осы мұнайға арналған жаңа 2 танкер сатып алынды. Өздеріңізде көріп отырғандай бір танкердің аты Лива, бұл Араб әмірліктеріндегі оазис қала, екінші біздің көне шаһарымыздың Тараз деген атымен аталды. Енді біздің жалпы жоспарымыз бірлескен кәсіпорнымызды әрі қарай дамыту, оның ішінде танкерлер, басқа да жаңа кемелер бар, контейнер таситын вагондар, жаңа паромдар, соның бәрін дамытатын боламыз. Бұл әрине дәл сіз айтқандай сол ТМТМ немесе орта дәліздің дамуы.